Үшінші тоқсанға арналған ТЖБ 10-шы сынып физика. Адам денесіне келіп түскен инфрақызыл сәуленің қандай әсері болады? Ол бізде теріні қыздырады жауабы. Келесі, төмендегі электромагнит толқындарды жиіліктің өсу ретімен орналасың. Жиіліктің өсу ретімен орналастыратын болсақ, ең бірінші бізде радио толқын, одан кейін микротолқын, одан кейін инфрақызыл, одан кейін бізде ультракүлгін, одан кейін рентген, одан кейін гамма сәулелер. Келесі, ақ жарық салқын газ арқылы өткенде оның спектрінде қара жолақтар пайда болады. Не себепті спектрде белгілі бір толқын ұзындықтарында қара жолақтар пайда болатынын түсіндіріңіз. Ыстық күйінде кез келген дене жарық шығарады. Ыстық газдар нақты толқын ұзындығына сәйкес сызықтық спектр шығарады. Салқын газдар сол спектрді жұтады бізде жауабы. Келесі, газ атомдарындағы электронның энергетикалық деңгейлері туралы нені білдіреді? Электрон төменгі орбитадан жоғары орбитаға өтетіндігін. Келесі, компьютерлік томография мен МРТ-ның ұқсастығы мен МРТ-ның артықшылығын көрсетіңіз. Бізде ұқсастығы диагноз қояды, диагностика жасайды. Одан кейін артықшылығы рентген және гамма сәулелерін қолданбайды, дәлдігі жоғары болады. Келесі, суретте қандай фотоэлемент кескінделген дейді? Бізде вакуумдық фотоэлемент кескінделген мына жерде. Келесі, бізде қандай да бір зат үшін толқын ұзындығы 450 нанометрден артқан. Қандай да бір зат үшін толқын ұзындығы 450 нанометрден артқан кезде фотоэффект құбылысы орындалмайды. Осы заттың фотоэлектрондарының шығу жұмысын анықтаңыз. Бізде А шығу жұмысы H-сы бөлінген лямбда қызыл шекара болады. Енді бізде H-сы дегенді білеміз. H деген планк тұрақтысы 6-62 көбейтілген 10-ның минус 34, ал S деп отқанымыз 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, лямбда қызыл шекара 450 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі болады. 0,044 көбейтілген 10-ның минус 17 дәрежесі джоуль болады екен. А шығу жұмысы. Одан кейін біз бұл жерде былай істесек болады. 44 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі минус джоуль деп жазсақ болады. Келесі, оқушы радиоактивті көзден шыққан сәуленің өтімділігін қабілетін зерттейді. Кеседе оның нәтижелері берілген дейді. Қоршаған ортадағы табиғи радиациялық фон минутына 25 импульс шығарады дейді. Тек радиациялық көздің импульстар саны минутына 630 импульс дейді. Радиациялық көздің және қағаз жұтушының импульстар саны ол минутына 630 импульс дейді. Радиоактивті көз қандай сәулелерді шығарады дейді? Бета бөлшек және гамма сәулесін бізде шығарады. Келесі, ядролық реактор дегеніміз не? Оның негізгі бөліктерін атаңыз. Ядролық реактор атом ядросы бөлігінің басқарылатын тізбекті реакциясы жүзеге асыратын құрылғы. Оның негізгі бөліктеріне ядролық отын, баяулатқыш, шағылдырғыш, суытқыш, бақылау және өлшеу приборлары жатады. Келесі, радиозоптық өрт қабылдағыштарда амерций 241 қолданылады. Ыдырау кезінде амерций 241 альфа бөлшектерін бөліп шығарады. Альфа сәулеленудің бір зиянды әсерін көрсетіңіз дейді. Клеткалар зақымдайды, мутацияға ұшыратады. ДНК-ны зақымдайды. Одан кейін суретте қолданып амерций 241-дің жартылай ыдырау периодын анықтаңыз және қалай анықтағаныңызды графикте көрсетіңіз. Бізде амерцийдің жартылай ыдырау периоды 440 жыл болады. Бізде амерцийдің ыдырау периоды 420-440 жыл болады. Ол бізде примерно мына аралықта болады. Келесі, ядролық ыдырау және синтез процесі кезінде жаңа ядролар пайда болады. Қай теңдеу ыдырауға, қай теңдеу синтезге сәйкес келеді? Бізде мынау бірінші қараңыздар, альфа ыдырау себебі гелий бөлініп шықты. Ал мынау бізде синтезге сәйкес келеді. Осы реакцияларды қай жерде байқауға болады? Мысал келтіріңіз дейді. Ядролық реактор атом болмасы жылдықтардағы термоядролық реакция және де сутек бомбасында. Ядролық реактор атом болмасы жылдықтардағы термоядролық реакция сутек бомбасында. Келесі, нанотүкшелер ұзындықтарына байланысты 1000-нан миллионға дейінгі көміртегі атомдарынан тұрады. Өздерінің құрылымдарына байланысты олар мыс сияқты электр тоғын толықтай өткізетін және кремний сияқты жартылай өткізетін де бола алады. Нанотүкшелердің қолдануына екі мысал келтіріңіз. Биологиялық жүйелерде
композиттерде көміртекті нано-түкшелер және де фуллериндер жасалады ол жерде. Нақты осылай. Менің осымен ТЖБ талдау аяқталды. Егер ТЖБ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк бас, басып қой, осы ТЖБ талдауды достарыңа тарат.